Сәлем баршаға. Бүгін біз сіздермен мерекелік дастарханның көркін ашатын немесе әр күні жеуге болатын дәмі тіл үйіретін салат жасаймыз. Ең алдымен бізге креветки керек болады. Креветкиімізді жақсылап қабығынан тазалап аламыз. Немесе тазаланған креветки алсаңыз да болады. Кей жерлерде осы тек үстіңгі бөлігін ғана тазалап, астыңғы, яғни құйрығын қалдырып қояды сәндік үшін. Олай жасасаңыз да болады, дегенмен ол жеуге кішкене ыңғайсыздау. Сондықтан мен барлығын жақсылап тазалап аламын. Үлкендеу бір немесе майда 2 сарымсақ пиязын аламыз да, табамызға сары майды салып, сарымсақ пиязымызды онымен қоса саламыз да, 5 секундтай ғана екеуін араластырып, одан кейін бірден креветкиімізді саламыз. Креветкиді салып араластырып қуырмаймыз, тек екі бетінде 2-3 минуттан қуырып аламыз, қызартып аламыз. Креветкиіміз кішкене қызара бастағанда екінші бетіне аударып шығамыз. Өте жылдам дайын болатын өнім креветки. Креветкиімізді бір ыдысқа салып суытып қоямыз. Ол суығанша соусымызды жасаймыз. Соусқа 3 үлкен тіс сарымсақ пиязы қажет болады. Оны майда үпкіштен жақсылап өткізіп аламыз. Бұл салаттағы ең басты нәрсе осы соусымыз. Сондықтан мұқият барлығын тура рецептегідей жасауға тырысыңыз. Сарымсақ пияздан кейін петрушки аскөгін майдалап тураймыз. Өте майдалап турауымыз керек. Өйткені соус, білесіздер, сұйық болу керек. Сондықтан суын шығарып тураймыз. Екеуіне 1 шай қасық қант қосамыз да, жақсылап суын шығарып еземіз. Әбден езіп алған аскөк пен сарымсағымызды соус дайындайтын ыдысымызға саламыз да, бетінен 1 ас қасық лимон согын, 5 ас қасық өсімдік майын, иісі жоқ, және 4 ас қасық соя тұздығын құямыз. Соя тұздығы менде арнайы теңіз өнімдеріне арналған, дегенмен сіз кез келген үйде бар соя тұздығын қолдансаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер аскөк жақсы майдаланбаса, қыстың күні білесіз, қаттылау болады, блендермен езіп алсаңыз болады. Ойдағыдай болса, блендер сізде сұйық болып шығады. Соусымызды, салатымызды дайындап болғанша шетке ала тұрамыз да, енді салатқа кірісеміз. Майда 2 помидорымызды 4 бұрыштылап турап шығамыз. Немесе черри помидорын алсаңыз болады. Черри помидорын 5-6 черри помидорын алып, оны тек ортасынан ғана бөліп шығасыз. Салат салатын ыдысымызды бірден аскөктермен толтырамыз. Ас жапырақтары, руккола жапырағын қоссаңыз болады. Өзіңізге ұнайтын шөп шалам дейді қазақта. Жақсылап толтырып шығамыз. Ортасына осындай міндетті түрде ыдыс қойып қойыңыз. Аскөктер көтеріліп, әдемі болып тұрған дұрыс. Сондықтан алдын ала жуып, кептіріп қойыңыз. Аскөктен кейін қызанақпен және зәйтүнмен жақсылап әрлеп шығамыз. Жаңа жылдық шыршаға ұқсайды бұл салаттың түрі. Балық өнімімен әрлесеңіз болады, немесе балықты қоспасаңыз да болады. Ең соңында креветкиімізді қойып шығамыз әр жерінен. Меніңше түрі өте әдемі,
көрінді. Міне ортасына осылай соусын қойып, дастарханға тартқан кезде соусын қойып дәмін татамыз. Немесе екінші жолы бар, соус құятын ыдыс жоқ, немесе басқалай да себептер болса, дәл осылай ыдысқа барлығын бірінің үстіне бірін әрлеп шығамыз да, соусты бірден құйып дастархан